Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге болған мен Шұғла. Мен сендерге қазір қандай ойындарды ойнауға болады, ойнауға болмайды деген видео шығаратын боламын. Сіздерге бұл қызық ақпарат деп ойлаймын, сондықтан да лайк басып кетіңіздер. Достар, фотодан көріп тұрғандарыңыздай, бұл ойынның аты Мистер Микс. Бұл ойынның мақсаты, қолын көріп тұрғандарыңыздай, затқом мих деген, мистер мих деп тұр ғой, ол деген тамақты араластыру. Бұл ойын телефон жоқ кезде Nokia деген телефондар шыққан алғаш ойын. Бұл тек қана осыдан бір тамақ араластырасың, 1 минутта 500 сөз жазуың керек. Қалай 1 минутта 500 сөз жаза алмайсың? Эссе береді, сосын 1 минутта 500 жаза алмайсың ғой. Бұл ойынды ойнамаңыздар, вообще жазбаңыздар, тартпаңыздар, чтобы бұл ойын адамның психологын псих болып кетесін. Және де, поэтому бұл ойын сіздерге өте көп сұрақтар береді, дымға қатысы жоқ сұрақтар береді. Егерде сіңілдеріңіз, інілеріңізді қандай ойын ойнап жатқан қараңыздар, оларға пофиг, өтірік ойынды жаза береді. Сондықтан да мына ойын тартпаңыздар, сіздерге ем сұмдығын айтатын боламын. Бұл ойын деген баяғыда біреу ойнады, және де қайтыс болуы мүмкін, түсіңе де кіреді. Достар, жоқ, қайтыс болмайсыздар, жай ғана сіздердің миларыңызды құртатын ойын. Сіздерге дұрыстап айтып берейін. Бұл ойынды түстеріңізге кіруі мүмкін. Ойнайсыздар, түстеріңізге кіреді. Сондай. Достар, келесі қандай ойын ойнауға болмайды деген видео түсірейін, айтыңыздар.